Баршаңызға қайырлы күн болсын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай жұмсақ ауызда балқитын, бір жасағаннан мінсіз шығатын балды торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен балдың үстіне 150 грамм бал қолданып, оның үстінен жарты шай қасық сода салып, осылай қою карамельді түске енгенше жақсылап қыздырып алатын боламыз. Қанық түс болса өте әдемі шығатын болады тортымыз. Оның үстінен сармай саламыз. Міндетті емес, сармай бөлме температурасында болғаны балға өзі еритін болады. Енді балымыз суығанша жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, барлығын осылай жақсылап қантымыз ергенше араластырып, оның үстінен қыздырып алған балымызды салып, барлығын бір жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен алдын ала еленген ұн және қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап бір масса болғанша араластырып аламыз. Барлығын грамдармен төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Бізде осындай сұйық масса шығуы керек. Енді өзімізге ыңғайлы болу үшін осылай мен 7 дана бөлікке ыдысқа салып бөліп алдым. Бөліп алған массамызды осылай пергамент қағаздың үстіне лопатканың көмегімен жұқа етіп жайып, өте жұқа болғаны жақсы, 150 градуста 3-4 минутта пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққан корждарымызды кальцияның көмегімен бір тегіс етіп кесіп алатын боламыз. Менде 22 сантиметрлік кальций, осылай айналасын тастамаймыз, айналасын үгітіп бетіне себетін боламыз. Кесіп алған корждарымызды кремменен жинайтын боламыз. Өзіңізге ұнаған кез келген крем жарай береді. Мен қайнатпалы крем және қоюлатылған сүтті араластырып жағамын. Кремнің рецептісінде төменге жазып қалдырып кететін боламын. Корждарымыз жұқа болғандықтан кремді қатты қалың етіп жағудың қажеті жоқ. Осылай лопатканың көмегімен жұқалап қана жағатын боламыз. Корждарымыздың барлығын жинап алдым. Енді айналасына да крем жағып, үгітіп алған коржымызды айналасына және бетіне видеодағыдай етіп, бір тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Дайын болған тортымызды міндетті түрде 8 немесе 12 сағатқа қоятын болсақ, крем бір-біріне сіңіп өте дәмді, әдемі шығатын болады. Жұмсақ болып, мен 12 сағатқа қойдым, бір түнге. Дәл осы рецептімен міндетті түрде жасап көрсеңіз, көңіліңізден 100% шығатынына сенімдімін. Осыменен біздің балды, дәмді әрі сәнді тортымыз дайын. Олай болса, баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.